Қайырлы күн болсын, достар. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тағамдың рецептін көрсеткім келіп тұр. Видеомды соңына дейін қарап, мұқият тыңдап отырыңыздар. Бізге қажет болады тек ет, осындай тартылған ет, яғни майсыз болу қажет. 2 дана пиязымызды күштен өткізіп аламыз. Тұз, қара бұрыш, паприка және әмбебап приправасы. Панировочный сухари, яғни үгітілген нанның, және де бір жұмыртқа, ас көктерді майдалап турап, оны араластырып, барлығын қолымызбен мыжғылап, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл өте дәрімді, керемет тағамдардың бір түрі. Міндетті түрде жасап беруге тырысыңыздар ауызашарға. Қолыңызбенен осылай жақсылап араластырып, котлет тәріздес етті осылай ұрғылап дайындап аласыздар. Сол кезде етіміз бір-біріменен жақсы сіңісіп, өз формасында ұстайтын болады. Енді бізге қажет болады шпажкелер. Менде сушидің таяғынан да пайдаландым. Шпажкеден пайдаланатын болсаңыздар, екеуін біріктіріп отырып, дәл осылай форма жасап шығатын боласыздар. Қолымызбенен осылай шашлықтың формасын жасап шығамыз. Өте жеңіл, оңай дайындалады. Осылай дайындап қоямыз барлық формаларымызды, және де оны 1 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Яғни өзінің формасын жақсы ұстап тұру үшін, ағаштан ажырап кетпеу үшін міндетті түрде тоңазытқышта тұру қажет. Егер аз тұрып қалатын болса, ол ағаштардан түсіп кетуі мүмкін. Енді қызып тұрған майымызға картоптарымызды салып, қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламыз. Картоптарымызды осылай бүтіндей етіп саласыздар. Етімізді алдын ала дайындап қоятын болсақ, тағамымыз өте тез дайын болады. Шарты 35 минуттың ішінде осылай дайындап алуымызға болады. Өте дәмді тамақты. Қып-қызыл болып пісіп шыққан картоптарымызды бөлек алып, осы майымызға енді етімізді, яғни шашлықтарымызды қызартып алып, әшейін қызартып пісіріп алатын боламыз оны да. Видеомды көре отырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің салған видеоларым сіздерге SMS түрінде түсіп тұратын болады. Өзіңізге ұнаған көптеген рецепттерді таба алатын боласыздар. Неке енді майымызға 3-ден салып отырып, осы шыжғырып тұрған майымызға сырты сәл қызарғанша ғана ұстап қуырып аламыз. Енді майымызды аздап басқа ыдысқа аласыздар да, түбінде кішкене қалдырып, оған бір пиязды жақсылап турап, кішкене қуырып аламыз. Оның үстінен картопымызды салып, текстеп қойып шығасыздар, және де оның үстінен дайын шашлықтарымызды әдемілеп орналастырып шығасыздар. Және де осы үстінен бір кесеге бір ас қасықта томат салып, оған су құйып, үстіне кішкене тұз себелеп жіберіп, тамағымыздың үстінен құятын боламыз. Сол кезде өте сочный, әдемі болып пісіп шығатын болады. Неке 30 минуттың ішінде осылай таза пісіп шығады. Соусын, астындағы соустарын, яғни осылай бетіне құйып жіберіп, бетіне туралған пиязбенен сәндеп, ас көктерменен сәндеп, әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болған, барлығыңыз ауызашарға дайындап беріңіздер. Міндетті түрде өте керемет тағамдардың бір түрі, жасап көруге тұрарлықтай. Неке көрінісі де, дәмі де өте бір-бірімен үйлесімді тағам болған. Сочный болып піскен, бізді балдарға бәріне қатты ұнады, өте керемет және тез дайын болады екен. Осылай да дайындап көріңіздер, өте керемет. Картопымызда барлығы таза пісіп шыққан. Жай отқа қойып қойсаңыздар болды. Бетіне пиязын салып, осылай дастарханға ұсынамыз. Таза піскен. Егер видеом пайдалы болған болса, ұнаған болса, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Және де ұнап жатса достарыңызға поделиться бөлімінде бөлісіп қойсаңыздар да болады. Неке достар, небәрі 30 минуттың ішінде осындай керемет тағамымыз дайын болды.
отбасына жасап беріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын.